Hey, assalamualaikum көрермендер, сіздермен бірге бүгін мен Әділет Қазақ. Бүгін біздер Black Russia проектін ойнайтын боламыз. Енді 2B емес, SPB серверіне неміз, яғни Санкт-Петербург. Бұл серверге мен не үшін көштім? Менің 2B серверінен көрі осы SPB серверіне достарым көп. Яғни достарым осы жақта көбірек та. 2B серверіне мүлдем достарым жоқ десем де болады. Ол жақта қазақтар аз ойнайды, бұл жақта көп қазақтар бар. Мен қазір тура 2B серверіндегідей дәрежеге жеттім, бірақ одағыдай армияға кірген жоқпын да. Ал енді мен осыны ары қарай дамытамын деп шештім. Маған енді не керек? Маған автошколаға бару керек, право алу керек. Бірақ менде право болған. Жаңа ойынға кіргенде көрдім, правоны алып тастады деп. Мен мынандай, міне қараңыздар. Қазақ династи деген оружияға кірдім. Вот осындай заттары бар. Егер семьяға кірілеріңіз келсе, осы заттарды оқып, екінші ранг 20 мың, үшінші ранг 30 мың. Замдар керек, зам керек осы семьяға, осы плюс 7 707 984 3015 деген нөмір теру арқылы сол нөмірге жазып, WhatsApp-тан, Telegram-нан, WhatsApp-тан жазуға болады. WhatsApp-тан жазып, сол зам болуға, үміткер болуға болады сіздерге. Разрешение на оружие 40 мың, негізі арзан баға бұның бәрі. Вот, и тағы семьяда 17 адам бар. Ондай мықты семья емес енді. Вот, осындай. Енді сіздерге семьяның автопаркін көрсетіп кетейін. Вот, автопарк Газель бар, Infiniti бар, Infiniti Q60S, BMW E38, Subaru бар, сосын Audi A4. Осындай бар. Ал енді мен сіздерге статистикамды көрсеттім. Бізге бүйтуге болады. Такси шақырайыншы қазір. Такси шақырайын. Ойбай деген басамыз. Банки деген теңгізлік. Арзамастың банкі. Вот. Яндекстен такси шақырамыз. Егер сіздерде көлік болмаса, осындай такси шақыра салуға болады. Қазір мен барып жатсам, сіздерге көрсететін боламын. Барған соң сіздерге көрсетемін. Вот, менің заказымды қабылдады. Nissan Skyline R34 деген машина қабылдады. Менің 2500 километр метр шақырымда екен. Енді қазір келген күтеміз. Келген соң сіздерге бір лайфхак көрсетемін, бірақ оған кішкене көбірек ақша кетеді. И сондай өш. Мен кішкене ауырып тұрмын. Сол себепті кішкене даусым өзгеріп жатыр. Барған соң кездесеміз. Вот, достар, енді мен таксиге отырдым. Сіздерге бір лайфхак болсын. Бізде былай істеуге болады. В общем, правительство барамыз да, егер білмейтіндер болса, правительство бар. Вот, лист деп жазамыз, яғни лицензияларды іздейміз. Лицензиор Лоренцо Якудза деген бар екен. Осы лицензиорға барамыз қазір. Сосын право сұраймыз, яғни оружияға право беруге болады, білесіздер бәріңіз білесіздер. Сосын сондайлар бар үшін бізге категория Б керек, яғни машинаға право керек. Машинаға право алу үшін соған барасыздар да. Дай мне уже категория Б деп, оңызда категория Б деп. В общем, сұрайсыздар, қазақша болсын, орысша болсын, қазақ болса қазақша. Оңызда орысша сұрай бергендеріңіз дұрыс негізі. Админдер мут беріп тұрса мүмкін. В общем, солай.
Сіздерге келесі бөлімде армияға кіріп, екінші ранг алуды үйрететін боламын. Қазір бұл не oldu? Бұл не oldu? Отырайық бүйтіп. Бестик важный место. Правительство. Ойбай, 4000 рублей дейді. Мен бүйтейін одан да. Түсейін да. Қайтадан отырып. Мәні. Таксист қуады екен ғой. Осы таксисттің кесімнен 4000 рубль төлеймін. Ба. Өзім бомж болып жүрмін мынаяқта. Бірақ бомждың қалтасында 30 000 бар. Мана таксист мені қабылдаған жоқ. Маған отырайын десең отыра алмайсың. Енді мен не істеймін енді? Келесі видеода осының барлығын үйрететін боламын. Яғни праваны алып, сосын барып ары қарай неге армияға кіріп, екінші ранг алуды үйретемін. Ал қазіргі бізге права алу бұйырмады. Сосын неден права ал десеңіздер алып бере аламын. Кәдімгі автошколадан тапсырып ал